Қазіргі ғылымның бас ауыртқан сұрағы: Марста тіршілік бар ма? Көлік жіберіп те көрдік, адам ұшырып та көрдік. Еш нәтиже жоқ. Соған қарағанда шынымен де тіршілік бар секілді. Марста тіршілік бар ма, жоқ па деген мәселе ғылым саласында толассыз талас-тартыс туғызып келеді. Алайда еш қорытынды шығарылған жоқ. Көптеген ғалымдар Марстың сыртқы бетіндегі айғыз-айғыз жолақтарда ең төмен дәрежедегі бактерия немесе вирусқа ұқсайтын микроорганизмдер болуы мүмкін деп есептейді. Тағы бір ғалымдар жоғары ежелгі дәуірде Марста организмдердің өсіп-өркендеу дәуірі өткен болуы мүмкін дегенде болжамдарға сүйенеді. 1996 жылы ақш-тың әуе ғарыш мекемесі ALH-8400 нөмірлі жұлдыз тасынан микроорганизмдердің тасқа айналған қалдығының іздерін айқын байқағанын жариялады. Левин сол уақыттан бастап қолдау қуаттауға ие болып, тәжірибе нәтижелерін қоғамға ашық түрде жария ете бастады. Левиннің көзқарасы ақш әуе ғарыш мекемесі жариялаған материалдармен дәлелденіп, тіршілік іздерінің осы бір қызыл шарда жалғасып келе жатқандығы. Марс ортасы қаншалықты нашар болса да, ондағы тіршіліктің біздің ойлағанымыздан әлдеқайда өміршең екендігі анықталды. Мысалы, микроорганизмдердің атом қазанын ешқандай жарық сәулесі түспейтін теңіздің терең түбінде де байқауға болады екен. Бұл салада Ұлыбританияның Опен университетіндегі профессор Колин Филлингер ерекше зерттеуге кірісті. Ғалымдар теңіз түбінің 3000 метр тереңінен өзін-өзі қоректендіретін кейбір организмдерді байқағандығын, тау жыныстарының жылуы ол арадағы бірден-бір жылу қайнар көзі екендігін, бұл организмдердің 113 градусқа жоғары температурада тіршілік ете алатынын, оларды тіпті қышқыл ағындарда да кездестіруге болатындығын, бұл организмдер тек бензол мен гексанның сияқты улы заттардың ішінде ғана емес, тіпті тереңдігі 11000 метр келетін Мариана теңізінің шыңырауының түбінде де жасай беретіндігі дәлелденіп, мұндай организмдер Марс топырағының 10 метр тереңдігінде де жасалуы мүмкін деген болжам бар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы да қызықты ақпараттар туралы YouTube арнамыздан біле аласыздар.